Мен Өлеңберген Айзере Рустем қызымын, 2-ші сынып оқушысымын. Бүгін мен сіздерге отбасылық кітапханамызды таныстырамын. Менімен бірге болыңыздар. Үйде түрлі кітаптар, журналдар өте көп. Атам, апам, анам кітап оқығанды жақсы көреді. Әдеби кітаптар өте көп. Абай Құнанбаев, Міржақып Дулатов, Сәкен Сейфуллин, Шерхан Мұртаза сынды қаруы мықты қаламгерлердің кітаптары бар. Менің алғашқы оқыған кітабым Міржақып Дулатов ұлының 4-ші томы. Кітапта қызықты әңгімелер, күлкілі өлеңдер, мысал өлеңдер, қызықты математикалық есептер бар. Құмырсқа мен бидай дәні ертегісі. Жұмысшылар азықты теріп болған соң бір дән жерге түсіп қалады. Сосын оны келе жатқан құмырсқа байқап қалады. Содан соң құмырсқа бидайды алып бара жатқанда бидай бұла айтады: «Құмырсқа, мені тастады, кете берсеңші», дейді. Құмырсқа айтады: «Егер мен сені тастап кетсем, қысқа азық таба алмай қаламын ғой. Біз бір-бір деп жинап, азықты көп жинаймыз», дейді. «Егер сен мені тастап кетсең, мен келесі жылы 100 дән болып тұрамын», дейді. Сосын келесі жылы келіп еді, дән үлкен болып өсіп тұр екен. Ертегіден кейін құмырсқа сияқты еңбекқор болуды, дән сияқты уәдесінде тұруды түсіндім. Білім бұлағы, білім оны шырақ деп бекер айтылмаған. Кітап оқып білімді болайық. Назарларыңызға рахмет.